Сәлем достар, сіздермен Алтынай. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын әрі дәмді болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, қаймақ, құмшекер, ұн, қопсытқыш және ванилин. Алдымен осылай жұмыртқамызды салып, міндетті түрде жақсылап араластырамыз. Осылай венчикпен немесе миксермен 1,5 минут тоқтамай араластырыңыздар. Массамыз көтеріледі осылай. Көтерілгеннен кейін қаймағымызды саламыз. Және де құмшекерімізді, ванилин, ұн, разрыхлитель, яғни қопсытқышымызды барлығын қосып араластырамыз. Қатты салмақ салып араластырудың қажеті жоқ, біркелкі араласса болғаны. Мінекей пирогымыз дайын. Арасына жаңғақ, өрік, мейіз қосып пісірсеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады. Мен алма қостым. Олай да дәмді болып шықты. Немесе еш нәрсе қоспай қосаңыздар да болады. Формамызды дайындаймыз. Меніңкі диаметрі 30 сантиметрлі форма. Жалпақтау болу үшін осы формаға пісіретін боламын. Астын міндетті түрде майлаңыздар сары маймен. Егер де пирогыңыз биік болып піссін десеңіз, диаметрі кішілеу формаға пісіргеніңіз жөн. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін осылай таяқша арқылы піскен-піспегенін тексеріп аласыздар міндетті түрде. Таяқшамыз қамыр болып тұрса, әлі де 5-10 минутқа қоя тұрасыздар. Мінекей пирогымыз дайын. Осылай берсеңіздер де болады. Үстіне сахарный пудраны сеуіп кессеңіздер де болады. Өте дәмді болып шықты пирогым. Пирог өте дәмді болып шығады, әрі оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Үлкен рахмет, сау болыңыздар.